Сөз қадірін білмеген өз қадірін білмейді. Сөздердің мәні, мағынасы, астары, шығу төркіні оңғар құралдың сөз киесі хабарында. Сөз киесі хабарында. Ассалаумағалейкум, құрметті радио тыңдаушылар. Бүгінгі хабарымызда қазақ тілінің кейбір өзекті мәселелер туралы сөз қозғамақпыз. Тіл тарихы, дамуы, қалыптасу жайында қаншама зерттеу еңбектері шығып жатса да, әлі де реттейтін, жөндейтін, түзететін кем-кетігіміз жеткілікті екен. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің оқытушысы, филология ғылымдарының докторы Орынай Жұбаймен сұхбат барысында осыған көз жеткіздік. Сіздер де тыңдай отырыңыздар. Ал Орынай, бізге келген қонақтарға қоятын дәстүрлі сауалымыз бар. Біздің хабарымыз сөз киесі деп аталғандықтан, жалпы осы сөз киесі деген сөзді сіз қалай түсінесіз деген сұрағым келіп отыр. Бізде айтады ғой, әр сөздің киесі бар дейді, кез келген сөздің шығу төркіні бар, жаңа этимологиясы бар дегендей. Осыған сіздің көзқарасыңыз қалай? Жалпы әрине өте дұрыс. Сөз киелі, тіл киелі, киесі бар. Кейде киесі ұрады деп отырады ғой, қазақта керемет сондай ұғым бар, сондай керемет дүниетаным бар. Соған сәйкес сөздің киесі бар. Жүйелі сөз жүйесін табады, жүйелі сөз иесін табады дейді қазақта. Сондықтан сөзді орнымен, жөнімен қолдана білуіміз керек. Шын айтына келгенде біз кейде сөздің киесін қашырып алғанда сияқтымыз, солай көрінеді. Себебі кейде өзіміздің тіліміздің ұлттық болмысын сақтай алмай, кейде өзге тілдің жүйесімен, өзге тілдің ырқымен кетіп бара жатқан тұстарымыз бар. Ол әрине өте өкінішті. Осы сөзіңізді таратып айтыңызшы. Мысалы, ол қай жерлерде бізде көрініс тауып жатыр? Мысалы, біздер қазір мен, сен, сіз, ол деп жіктейміз. Сосын біз, сендер, сіздер, олар. Ал орысша айтқанда я, ты, он, она, мы, вы, они. Ал Ахмет Байтұрсын еңбектерін қарап отырсаңыздар, ондай емес. Негізі бізде мына сыпайылық категориясы тілімізде ерекше керемет сақталған. Мына 19-шы ғасырда қазақтың даласын көп аралап, басында қасында тілмаш алып жүреді. Ильмецкий миссионер ғой, негізі мақсат миссионерлік, өзі де айтады ғой, мен практическая цель, миссионерская цель, біздер зерттеуді мақсат еткен жоқпыз деп. Шындығында орыстандыру, шоқындыру мақсатын көздеді ғой. Сонда басында ол қасында тілмаш алып жүрген. Одан кейін өзі де сол қазақ тілін жетік білгенде кейбір қазақ тілінің кейбір сырларын, кейбір тұстарын өзі де нақты айтып беріп отқан. Сонда ол айтады, қазақтар үлкен кісімен, құрметті сыйлы кісілермен сөйлескенде мен сен деп айтпайды дейді. Біз сіз деп айтады дейді. Сондықтан біз сіз дегенде біздер көпше емес, жекеше деп түсінуіміз керек дейді. Ал бірақ өзінің грамматикасын жазған кезде Катаринский, Мелиоранский сияқты бұл да жаңа біз сіз дегенді көпше деп көрсетіп жібереді. Ахмет Байтұрсын еңбегінде ол айтады, сыпайылап сөйлегенде мен дегеннің орнына біз дейміз, сен дегеннің орнына сіз дейміз, ол дегеннің орнына ол кісі деп айтамыз деп. Шындығында солай. Біздер мысалы қазір ресми жиындарда біздер біз деп сөйлейміз ғой. Кейде ана диссертация қорғағанда докторанттар, магистранттар ойлайды, біз деп жетекші екеуміз алып тұрамыз деп. Шын мәнінде олай емес. Сыпайы сөйлегенде біз деп айтып тұр. Мен деп тұрған сөз ғой. Иә, мен дегеннің орнына жекеше тұлғада қолданылады да біз дегенді. Сол сияқты сіз дегенмен ғана шектеліп отыр. Мысалы, үшінші жақта біз мысалы ешқашанда үлкен кісіге ол деп айтпаймыз ғой. Мысалы, қазақ тілінде ол деген есімдік бар. Жіктеу есімдік бар. Мысалы, ол затқа да адамға да қатысты қолданыла береді. Мысалы, бала диванда жатыр, ол диванда жатыр дейміз. Доп жерде жатыр, ол жерде жатыр деп айта береміз. Және затқа да адамға. Және бізде ол деген сілтеу есімдігіміз бар. Мысалы, ол кітапты оқымадым. Біздер бұл жерде бұл сілтеу есімдігі, жіктеу есімдігіміз. Және қай кітапты оқымадым? Ол ағашқа тиіспе, қай ағашқа тиіспе? Сөздің киесі дегеннен шығады. Қазақтың менталитетінде ешқашан үлкен кісілерге қарап, көпшілікке қарап қолын шұжайтпайды. Биікке қарап, айға қарап қолын шұжайтпайды. Менталитетте, ділде бар нәрсе ол тілден міндетті түрде көрініс табады. Сол сияқты бізде үлкен кісіге қарап, сыйлы құрметті кісіге ол деп айтпаған, ол кісі деп айтқан. Бұл енді Байтұрсындың өзінің ойдан шығарып тұрған нәрсесі емес, бұл өз қазақтың тілінің жүйесінде о бастан келе жатқан нәрсе. Не себепті дегенде, ол деген сілтеу есімдігімен шатастырмау үшін, ол дегенді затпен шатастырмау үшін ол кісі деп әдейі солай қолданыста болған. Кейде о дей салады ғой. Иә, мына лының өзінің қасиеті, л негізі түсіп қалуға бейім ғой. Көбірек мысалы боп деп айтамыз, болып дегеннің орнына, солай етіп деген орнына сөйтіп деп айтамыз. Лының өзінің қасиеті бар. Мысалы бізде сілтеу есімдіктердің тілімізде бейберекет қолданбайды. Мына сөз киесі дегеннен содан шығады. Мысалы біздер қазір сілтеу есімдігін бейберекет қолданамыз. Мынау менің атам, мынау менің әжем, мынау менің анам деген сияқты. Қазақ тілі бекерден бекер қолданбаған. Мысалы бала үйді жинап, тамақты пісіріп, сабағын керемет оқып қойса, мұның не демейміз ғой. Мынауың не демейміз. Бірдеңені білдіріп қойғанда айтамыз. Мынауың не, мұның не деп. Немесе қасыңызға біреуді ертіп келдіңіз, ағаңыз сізге мынауың кім десе, жақтырды ма, жақтырмады ма? Әрине жақтырмаған кезде айтады. Жақтырған кезде мынауың деп айтпайды, мұның деп айтпайды. Қазақта сода әр сөзінің өзінің орны бар қолданылатын. Мысалы Мұқағалидың керемет өлеңі бар ғой. Су сұраса сүт берген, айран берген, қартайып қалыпсың ау қайран жеңгем. Қарғаның балетінде едірейіп қасыңа мына біреу қайдан келген.
мына біреу дегенде бүкіл қанды соғысқа лағнет айтып тұр да. Ана қарғаның бәлетінде едірейіп жеңгесінің қасына келген адам суқаны сүймей тұр. Себебі кезінде жарқырап жадырап жүретін жеңгесі мұңайып тұнжырап қалған, қабағы ашылмайтын болып қалған. Сонда мына біреу дегенде суқаны сүймегеннен айтып тұр да. Мұқағали сөздің киесін білді, қадірін білді, түсінді. Сонда біздер қазір осыдан айырылып бара жатырмыз. Қазір мына жіктеу есімдіктерін біздер анайы, сыпайы деп арнайы бөліп алуды осы тоқтаттық. Тек қана екінші жақпен шектелеміз. Онымыз миға сыймайды. Және менің бірінші жағы біз болып кете алмайды. Мысалы, мен, сен, ол дейтін болсақ, бірден көпше түріне келгенде біз дейміз ғой. Мектепте осылай оқыдық қой. Иә, әлі күнге дейін солай. Бүкіл грамматиканың бәрінде солай. Мысалы, орыс тілі қопармалы тіл. Ол орыс тілінің заңдылығы қазақ тіліне жүрмеу керек. Мысалы, орыс тілінде ребенок көпше түрі дети, р қайда кетті, н қайда кетті, к қайда кетті. Человек көпше түрі люди. Анау ю қайдан шықты, л қайдан шықты, адам түсінбей, д қайдан шықты. Ал қазақ тілінде жалғамалы тіл, агглютинативті тіл. Бала, балалар. Адам, адамдар, ештеңе қопарылып кетпейді. Сол сияқты сен дегенде көпше түрі сендер. Ол дегенде жаңа өзіңіз айтқандай л-ның өзінің ерекше қасиеті бар, гаплология процесі жүреді. Екі л қатар келгенде не біреу түсіп қалады, немесе д-ға айналып кетеді. Молда дейміз, сәлле, тіпті Алланың өзінің қазақ алда деген ғой, алда разы болсын деген. Сонда екі л-ның біреу түсіп қалады. Сонда сендер, олар. Бір л түсіп қалған. Ал енді меннің көпше түрі мендер деп айтылмайды ғой. Мендер барайындар, мендер келеміндер деп айтпаймыз. Коммуникацияда біз дұрыс қолданамыз. Бірінші жақ қолданылмайды. Мүлдем жоқ. Мендер барайындар деп айтмаймын. Сондықтан Байтұрсын айтады, бірінші жағы жоқ дейді. Шындығында солай, бірінші жағы жоқ. Ол Қошкеде сөйтіп айтады, Телжан Шонанов та сөйтіп айтады. Бірінші жағы жоқ жекешенің. Біз осыны ескермейміз. Біз орыс тілінің жүйесімен яты онана мы вы они кетіп қаламыз. Енді сыпайы түріне келген кезде біз, сіз, ол кісі. Көпше түрі біздер, сіздер, ол кісілер. Қазір біз бен біздерді екеуін шатастырып, көбінде балалар біздер деп жазса, мұғалімдер ұрсады екен. Біздер деген жоқ, дұрыс емес. Біз деп жаз деп. Біз деген де бар, біздер деген де бар. Тілде үнемдеу құбылысы әрдайым жүріп жататын нәрсе, бас артық нәрсе болатын болса, жыртылып кетер еді, болмай қалар еді. Ол бар. Бар болатын себебі тілімізде қолданылса керек нәрсе. Себебі біз дегендер біздер сыпайының жекеше ретінде қолдануымыз керек, ал біздер дегенді көпшесі ретінде қолдануымыз керек. Ильминский өте керемет айтып отыр ғой. Яғни үлкен кісілермен сөйлескенде мен, сен деп айту әбестік болады дейді. Шындығында біз сіз деп қана айтамыз. Сонда былай қарағанда кейде егер тек қана сізбен шектейтін болсақ, бірінші парадигма толық емес. Парадигма болу үшін ол көпше, жекеше, бірінші, екінші, үшінші жақ толық болу керек. Екіншіден біз бір 200 сияқты болып қаламыз да. Адамның көзінше ғана сіз деп тұрамыз да, ол шығып кеткеннен кейін болды, оны сыйламаймыз сияқты да. Шын мәніне келгенде қазақ қонақ келгенде немесе сыйлы құрметті кісінің көзінше баласын ұрыспайды, үй жинамайды, менталитет бар нәрсе. Және ешқашан мен деп айтпайды ғой. Жалпы мына шығыс халықтарында эго жоқ қой. Біріншісінде тыңдаушысына еркіндік көбірек береді, сіздің құзырыңызға, сіздің ықылас ерекше тыңдаушыға деген. Ал өзін мүмкіндігінше кішірейтіп сөйлейді ғой шығыста. Ол менталитет біздің қазақта да бар. Сондықтан осы жағынан келгенде осы ұлттық діл менталитет біздің тілімізде осы жіктеу есімдіктерін сақталған. Жалпы бізде қазір мына біз дегенді біз әрдайым көпше түрде деп ұғынамыз. Шын мәнінде ол көпше түрде емес. Біз деген жекеше түрде. Оны қиссадастардың тілінен әбден табуға болады. Бізде 40-30-дан бері қарайғы жылдарда қарап отырсаңыздар көп нәрсені редакциялап жіберген. Кейде тіпті авторлар дұрыс берсе де редакциялап жібереді. Илья Жақановтың өзінің сөзінде де бар ғой, қазақтың әндеріне дейін бұрмалап жіберген. Сол сияқты бізде солай редакциялап жібергендер тұстар көп. Ал енді қиссадастардың тілінде жақсы сақталып қалған. Мысалы, сағыныштан болдығызар, ақ жүзіңе ынтызар, біз жалғызды жылатып қайда жүрсің ғашық жар дейді. Біз жалғызды. Қазіргі мысалы оқыған оқырман түсінбес еді. Неге біз жалғыз деп тұр? Бұл жердегі біз деп тұрған сыпайылық. Сыпайы мен деген сөз ғой, бір жеке адам. Біз жалғыз деп бекер айтып тұрған жоқ. Немесе Боз жігіт жырында Боз жігіт сүйген жарының қасында сүйген жармен бақылдасып жатады. Сонда айтады: бізге кетер күн жетті, сізге қалар күн жетті. Қанды жасым көрсеңіз, ақ арулап көмсеңіз, бізді еске алыңыз, аман есен болыңыз. Бізді, сізді, бізге, сізге деп тұрғанда жекеше тұлғада қолданып тұр. Ешқандай көпше емес. Яғни бақылдасып жатқан жалғыз боз жігіт, ол жаңа сүйген жарымен бақылдасып жатыр. Сонда біз, сіз деп тұр. Қазіргі танымдағы біз дегенді көпше түрде емес, кетіп бара жатқан, о дүниелік болғалы жатқан адам бір адам. Сондықтан бұл жердің бәрінде біз әрине қазақтың дәстүрінде, менталитетінде баяғыда біздер біз, сіз, ол кісі, осы Байтұрсыновтың жүйесі сақталған. Ал қазір біз осыны құртып алдық. Біз европоцентризммен, орыс тілінің жүйесімен мен, сен, олға кетіп қалдық. Біз жаңағы құртып алдық деген кезде қай жерде біз оны солай қолданып жүрміз, қалай пайдаланып жүрміз сонда? Бүкіл жаңа өзіңіз айтқандай оқулықтардың бәрінде мен, сен, ол болып жазылып жүр. Екінші шақ тек қана жіктеу есімдіктермен шақтан бүкіл грамматикалардың бәрінде әлі күнге дейін сол. Мына 11-ден 14-тен бастап Байтұрсыновтың тіл құралдары шығады, 29-ға дейін шығады. 29 ұсталып кеткеннен кейін болды, Байтұрсыновтардың еңбектерін жариялауға тыйым салады, мүлдем қолданысы жапылады. Осы 29-дан бастап барлығы бұрмаланады. Мысалы, Ахмет Байтұрсын еңбектерінде 15 райды көрсетеді, 10 етісті көрсетеді. Ал 30-дан былай қарай түгел орыс тілінде 4 етіс па, қазақ тілінде 4 етіс, орыс тілінде 4 рай ма, қазақ тілінде 4 рай. Орыс тілінің заңдылықтары таза қазақ тіліне кіріп кетті. Сонда мына есімдіктер де сол кезден бастап зардап
шекті да, есімдіктер де бұрмалана бастады. Немесе Мәулен Балақаевтың керемет сөзі бар: тіл психикаға әсер етеді, психологияға әсер етеді, менталитетке әсер етеді. Мысалы, қазір ата-анасына, ата-әжесіне сен деп сөйлейтін балалар шықты, сондай ұрпақтар. Себебі мектептен бері сондай үйретіп келеді. Біз қазір орысша ойлап қазақша сөйлейтін адам болдық, сондай ұлтқа айналдық. Байтұрсыновтың керемет сөзі бар: тілді қолдану дегеніміз әйтеуір қазақ сөздерін тізіп бере салу емес дейді. Әр сөзді, әр нәрсені, қосымшаны бәрін орын-орнымен жүйелі түрде қою керек дейді. Біз қазір содан айырылып қалдық. Мысалы, қисса дастандарға жүгінетін болсақ, бар екен күндер бізге бүйтіп жүрер, ешкім жоқ, зарлансам да халім білер, асырап ер жеткізген әке шешем болар ма, сізді тағы бір күн көрер. Сізді деп тұр да, әке шешесіне, сендерді деп тұрған жоқ. Ал қазір біз арнайы сауалнама жүргіздік жастардың арасында. Әке шешеңе қалай деп қолданасың? Сіз, сен. Көбі сен деп айтады. Не үшін сен деп айтасың? Мысалы, сен мұғалімге қалай қолданасың? Сіз деп айтамын. А неге әке шешеңе сен деп айтасың онда? Сонда сенің сабақ беріп жүрген мұғалімің әке шешеңнен әлдеқайда жас қой. Сөйтсе айтады, біз жақын тартқаннан кейін сен деп айтамыз. Егер сіз деп айтсақ, алыстады. Орыстың менталитеті тағы да. Орысша ойла, орысша түсінуден қабылданып тұр. А шын мәніне келгенде, Боржігіт, Сейфул Мәлік, бүкіл қисса дастандар, Тахир Зухра, қай дастанды қарасаңыз да, сүйген жарына, сүйген қызына, әке шешесіне, айналасының бәріне сіз деп қолданған. Сіз. Ол алыстату емес, керісінше екі есе құрметтеу, екі есе жақын көру. Кезінде Ахмет Байтұрсынов қазақ білімпаздарының съезінде де Ахмет Байтұрсынов еңбектерін қарасаңыздар, екінші жақты сын деп бермейді. Мысалы, біздер инженермін, инженер сың деп береміз ғой. Студентпін, студентсің. Байтұрсыновта ол жерде ың емес, ны. Қазақ білімпаздарының тұңғыш съезінде Орынборда өткен 1924 жылы Байтұрсынов осыншама шырылдайды: ың емес, ны болу керек. Сонда қалай болу керек? Тахир сын, ны болу керек дейді. Себебі бұл жіктеу есімдіктеріне шығып тұр ғой. Тахир сен, ал енді ана ыңмен кетіп қалғаны мына тәуелдік жалғаумен шатастырғанның кесірі болып тұр. Сонда мен инженермін, сен инженерсің. Ны-мен аяқталу керек, ыңмен емес. Байтұрсыновта солай. Ал кейін Телжан Шонанов бастаған дұрыс жазуға үйретіп, ересектердің бәрін сауаттандырамыз дегенде зорлықпен сонда кәдімгі бірнеше облыстарды аралап жүріп, Ақтөбе жақ бар, Өскемен жақ бар, сол жақта қайта диктант жаздырып ың қылуды азар деп кіргізген. Ал Байтұрсынов үзілді-кесілді қарсы болады. Енді мысалы осы айтылғандарыңыздан қандай ой түйуге болады? Айтатынымыз, біз өзге тілдің ықпалына кетпеуіміз керек. Өзіміздің қисса дастандарымызды, көне мұраларымызды оқи отырып, соны зерделей отырып, шындығында біз қалай сөйледік? Бұл сөз киесі, үлкен кісіге қарсы сен деп сөйлеу, мысалы, ата-ананы, менталитет, бәріне әсер етеді. Тілден бұзылған нәрсе міндетті түрде психологияға әсер етеді, міндетті түрде менталитетке әсер етеді. Сондықтан біз сөзімізге абай болуымыз керек. Өзіміздің әке-шешемізге, ата-анамызға сіз деп сөйлеуіміз керек, досымызға, қадірлестерімізге. Мысалы, үш академик Рабиға Сыздықова, Шора Сарыбаев, Әбдуәлі Қайдар, үшеуі құрдас. Бәрі бірдей 90-ға келді, бірге тойлады бүкіл туған күндерін. Бір-біріне сіз деп өтті. Өмір бойы сіз деп өтті. Құрдас. Бізде мына сыпайылық керемет сақталған біздің тілімізде. Ол грамматикада да, ол бүкіл оқулықтарда бәрінде көрініс табу керек. Және балаларды үйреткенде соған бейімдеп үйретуіміз керек. Сөздің киесін, ата-ананы сыйлау. Бұл жерде тек қана сөзді ғана қолдану емес, соның ар жағында көп астар жатыр да. Мысалы, жіктеу есімдіктерінің орнымен, жөнімен дұрыс қолданатын болсақ, ата-анамызға да сіз деп сөйлесеміз. Ата-анамызға сіз деп сөйлесек, ар жағында өзіміздің сүйіспеншілігіміз, сыйластығымыз көрініп тұрады. Яғни бұның бәрінде әйтеуір тек бір жерден бір парадигма бұзылып кетті деп емес, ар жағында сөзі жоғалған ұлттың жоғалады дейді ғой Байтұрсынов. Сол сияқты кейде біз сөздің киесіне мән бермегеннің салдарынан кейде өзіміздің ұлттық болмысымыздан да ажырап қаламыз. Сол ең қорқыныштысы. Мүмкіндігінше ұлттық болмысымызға қайта келуіміз керек. Европацентризмге немесе басқа тілдің ықпалына кетіп қалған тұстарымызды біз қайта қарауымыз керек. Жақсы, әңгімеңізге көп рахмет. Иә, ұлттық болмысымызға қайта оралуымыз керек. Ел игілігі үшін тіл төңірегінде жүрген оқымысты ғалымдарымыздың да Ахаң Ахмет Байтұрсынұлы салып кеткен сүрлеуді жалғастыра түскені абзал деген ойдамыз. Академик Рабиға Сыздықтың «Сөздер сөйлейді» кітабынан Айбар Махамбет ақын Исатайдай қолбасшының портретін бергенде «Құландай ащы дауыстым, құлжадай айбар мүйіздім» дейді. Мұндағы айбар сөзі қазірде айбат, айбын, ызбар сөздеріне мағыналас деп танылады. Бәрінде де қорқытатын, сұс көрсететін деген мән бар. Тегі бұл сөздер мәндес болғанмен, олардың поэтикалық образ жасаудағы салмақтары бірдей еместігі байқалады. Айбар сөзі бұл күнде сирегірек қолданылады. Ол көбінесе образ жасайтын элемент ретінде келеді. Құлжаның қарағайдай мүйізі, дағарадай мүйізі демей, айбар мүйізі десе, соңғы тіркестің образдық бояуы әлдеқайда бөлек болып шығады. Сөйтіп айбар көбінесе поэтикалық образ жасауға қатысатын сирек қолданылатын сөз. Осымен сөз киесі хабарын аяқтаймыз. Хабарға Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің оқытушысы, филология ғылымдарының докторы Орнай Жұбай қатысып,
қазақ тілінің кейбір өзекті мәселелер туралы ойларын ортаға салды. Сонымен қатар Айбар сөзіне түсінік бердік. Хабарды әзірлеп жүргізген Оңғар Құрал, музыкамен көркемдеген Ағзер Қазибек қызы. Әуе толқында келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.